Бауыржан Момышұлы «Ұшқан иә» кітабында Бауыржанның өзінің балалық шағы туралы айтылған. «Ұшқан иә» Бауыржан Момышұлының балалық шағы, өскен ортасы, әке-шеше, ата-әже тәрбиесі жайлы естелік еңбегі. Шығармада автор өзінің туған ауылы, Жуалы өңіріндегі тұрмыс-тіршілікті, қазақтың салт-дәстүрін, үлкендердің ақыл-өнегесін әсерлі суреттейді. Басты кейіпкерлер Бауыржан, оның әжесі Қызтұмас, әкесі Момыш, анасы Разия. Әжесі Бауыржанға ертегі айтып, адамгершілікке дұрыс болуға тәрбиелейді. Әкесі еңбекқорлыққа, тәртіпке үйретеді. Ауыл ақсақалдарының өнегесі мен қазақы орта Бауыржанның мінезін қалыптастырады. Шығармада балалық шақтың қуанышы, ауыл өміріндегі қызықтары мен атқа міну, ойын-сауық, қиындықтар мен тәрбие сабақтары жылы түрде баяндалады. Соның бәрі болашақ батырдың рухын шыңдап, елін сүйген ер азамат болып өсуіне негіз болады. Шығармасының негізгі идеясы автордың туған жерге, ата-анаға, отбасына, ұлттық салт-дәстүрге деген құрметін көрсету. Шығармада қазақ халқының тәрбие жүйесі, үлкенге құрмет, еңбекқорлық, адамгершілік, мейірімділік сияқты құндылықтар негізгі болып беріледі. Мектептегі оқиғалар, қызықты оқиғалар, сәттері, қызықты ауыл өмірі, ауыл тіршілігі, ата-ана тәрбиесі жөнінде көптеген құндылықтар бар бұл шығармада. Және де неліктен ұшқан иә деп аталған бұл шығарма? Қалай ойлайсың, неліктен ұшқан иә деп аталған? Қысқаша мазмұнын білдік қой, енді не деп ойлайсың? Балалық шағын тез өтті. Иә, балалық шағын тез өтіп кетуі, бұл балалық шақтағы қызықты сәттерінің ауыл өмірінен ұшып кетуі, осының барлығынан ұшып кеткендей, осы өзінің ұясынан ұшып кеткендей, осы шығармада ұшқан ұя деп атағанда, сондықтан осы барлық сәттерден ұшып кеткендей, барлығы үлкен өмірге қадам басқан кезде не істейді? Отбасылы өмірден, өзіңіздің отбасыңыздан, тұрған шаңырағыңыздан, тұрған жеріңізден ұшып кетуі мүмкін, өмірге қадам басу үшін жаңағы өзіміздің ұямыздан ұшамыз, сондықтан да сондай Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» шығармасының басты кейіпкерлері. Бауыржан шығарманың басты кейіпкері автордың бала кезі. Әжесі Зейнеп, Бауыржанның әжесі, мейірімді парасатты жан. Қосымша кейіпкерлері: Қалкен, әжесінің әпкесі; Қанабек, ағайыны; Тұржан, Бауыржанның шешесінің енесі; атасы Имаш, Бауыржанның атасы, еңбекқор, сабырлы, тәрбиелі адам. Шығарма отбасылық тәрбие мен ұлттық құндылықтардың адам өміріндегі маңызын көрсететін естелік туынды.